Алдында қайынсіңлім осы инстаграм парақшама салған мантының рецебін көріп, мәженше мен де манты жегім келіп жүр деп жазып жіберген екен. Олай болса біржолата барлық қайынсіңлімді тамаққа шақырайын деп барлығын үйге шақырдым. Әдеттегідей дайындықты бір күн бұрын бастадым. Ең алдымен самсаның қамырын дайындап, тоңазытқышқа салып қойдым. Одан соң пирогтарымды жасауға кірістім. Мына жерде тары қосылған пирог, екінші пирог карамельный пирог. Пирогтарды да бір күн бұрын дайындап пісіріп қойдым. Содан соң самсаның жарты бөлігін ғана пісірдім, ал жарты бөлігін түйіп морозилькке қатырып қойдым. Қайынсіңлдерім обедке сағат 1-ге барамыз дегеннен соң, ертесі күні таңертең ерте тұрып, мантыны жасауға кірістім. Мантыны жасау ұзақ уақыт алатын болғандықтан, жалғыз өзім жасайтын болғандықтан ертелеу дайындайын деп сағат 9-дан бастап қамырын елеп, оны осылай әдемілеп түйіп дайындап қойдым. Ал сіздер қайынсіңлдеріңізбен қаншалықты жақын араласасыздар, қанша қайынсіңліңіз бар, видеоның астына комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Ал менде қайынсіңлдеріммен осылай әдемі отырыс болды.